Жазы күн шілде болғанда көкорай шалғын бәйшешек, ұзарып өсіп толғанда көгеріп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда. Әуес көріп жүгірген жас балалар беті қолы допырылып үсік шалды. Шетелмен құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеу өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еншек бекер мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асыл іс тінсеңіз. Қара сөз, қайрат, ақыл, жүрек, үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп ғылымға жүгініпті, қайрат айтыпты. Ей, қылым, өзіңде білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуелі өзіңді танып білуге, ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай қалпына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қалпына келтіретұғын. Мен емеспін бе? Осы екеуі маған қалай таласады? Депті.